Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бытовой машинкамен осындай вышивка жасауды үйренеміз, иншалла. Ол үшін бізге арнайы лапка қажет болады. Бұл лапка для стежки деп аталады. Шамамен бағасы 2000-2500 теңге болады. Осы лапканы біз машинкамызға орнатамыз. Қазір біз машинканың настройкасымен айналысамыз. Машинканың настройкасын жөндеу обязательно. Бұл жерде мен ширина шага 4-ке қоямын. Тігісіміз простой, түзу тігісті болады. Және де натяжение нижней нити бізде 2,5-3-те тұратын болады. Дәл қазір бізге мына лапкамызда стандартный лапканың орнына орнату қажет болады. Ол үшін мен мына жердегі болтты ажыратып, мына бір отверстияға орнататын боламын. Ол үшін мына болтты ақындап бұраймыз. Лапкамыз төмен түсті. Көтереміз. Енді стежкаға арналған лапкамыз. Бұл жерде міне арнайы отверстие бар. Осы отверстияға орнатамыз да бұраймыз. Мінеке біздің лапкамыз дайын. Келесі жұмыс бізде нижний транспортер дейді. Мынау бізде матаны алдыға қарай жылжытып отыратын нелеріміз, транспортеріміз. Енді бізге осы транспортерді өшіріп тастау керек болады, өйткені бізде свободная ходовая стежка болады. Ол үшін біз не істейміз? Мына машинкамыздың рукавын ашамыз. Менде Canon PS25 деген машинка. Астын ашамыз. Бұл жерде бізде мынандай кішкентай рычажок болады. Мінеке, осы рычажокты көріп тұрсыз барлықтарыңыз. Егер таппай жатқан болсаңыз, маған жазсаңыз, мен сізге қай жерде екенін айтып беремін. Мынандай рычажогымыз бар. Мына жерде астында кнопкамыз бар. Осы кнопканы басамыз. Рычажокты бері қарай тартамыз. Мынаны төмен көтереміз. Жоғары қарай көтерсек, міне біздің транспортеріміз төмен түседі. Егер осы кнопканы басып, мына рычажогымызды қайдан орнына алып келіп жіберетін болсақ, мінекей біздің транспортеріміз қайтадан көтеріледі. Тағы да бір рет көрсетем. Кнопкамызды басамыз. Мінекей жоғары көтереміз. Болды. Енді тігуге көшеміз. Біз осындай отрез мата, менің қалдық жинсалардың бірі. Бұл жерде бізде лапкамыз пружинадан тұрады. Сол үшін бұның төмен түсіп тұрған, немесе көтеріліп тұрғанын түсініксіз. Сол үшін постоянно машинкаңызды тексеріп отырасыз. Міне лапкаңыз постоянно төмен түсу керек, әйтпесе дұрыс шықпайтын болады. Ең алғашқыда сізге қолыңызды жаттықтырып алу қажет болады. Ол үшін неше түрлі узорларды жай ғана былай тігіп шықсаңыз болады. Стежканың бұл түрі ми деп аталады. Тура сол сияқты сіз шеңбер, төртбұрыш, басқа да фигураларды салсаңыз болады. Бастапқыда бұл жұмыс өте қиын болады, ыңғайсыз болады, томалақ шықпайды, сізде либо овал шығады, либо сопақ шығады, сонда бірдеңелер шығып отырады. Одан кейін біз вышивкамыздың өзіне көшетін болсақ, бірінші не жазғыңыз келеді, сонымен определяция етіп алыңыз, одан кейін қолмен жазып алыңыз, оны үзбей қалай жазуға болады деп, ал мен қазір сіздерге қалай жазу керектігін көрсетемін.
мінекей біздің жазуымыз дайын. Бұл жерде менің брендімнің атауы. Бұл жерде мына нүктелерді бөлік бөліп жазып алсаңыз болады.